Радио шығарылым бойынша кезекті лекциямызды жалғастырамыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы цифрлы журналист құралдары және монтаж деп есептеледі. Сонымен біз радионың технологиясымен, тарихымен өткен жолы танысатын болсақ, бүгін осы технологиямен қандай құралдармен жұмыс істеуіміз керек, қалай жұмыс істеуіміз керек, сол тұрғыдан біз әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Радиодағы аса маңызды құрал ол микрофон деп өткенде айтқанбыз. Журналист микрофонмен жақсы жұмыс істей білу керек. Микрофон арқылы өзінің ақпаратын жазып, сұхбатын алып, оны дұрыс деңгейде жазып, дұрыс қолдану деген нәрсе өте маңызды. Міне микрофонды қалай таңдау керек? Әрине қазіргі заманда уақытта микрофонның түрлері өте көп. Әртүрлі деңгейде, бағасы да әртүрлі, түрі де әртүрлі, жұмыс істеу принципі де ұқсас болғанымен ерекшеліктері бар. Бірақ дегенмен журналист соның ішінде белгілі бір микрофондар тобына өзі бейінді болу керек. Қазір кезде мысалы USB, яғни компьютерлік USB портымен жұмыс істейтін микрофондардың саны көбейіп келе жатыр. Өте қарапайым, аса қымбат емес, бірақ дыбыс жазу сапасы жағынан ешқандай кәсіби құралдардан кем болмайды. Сол сияқты біз өткенде айтқанбыз, қазір мүмкіндігінше мобильді құралдармен жұмыс істеу үрдісі дамып келе жатыр. Сондықтан да осы микрофонның смартфонға қосылатын түрлері де қазір шықты. Мына суреттен көріп отырсыздар. Осындай арнайы құралдарды пайдалансаңыз, смартфоныңыздың мүмкіндігі одан да гөрі жетік болар еді. Өте таза дыбыс жазуға, сұхбатты жақсы жазуға мүмкіндіктер туады. Әрине смартфонды қолдануға болады, бірақ ол кәсіби құрал емес. Сондықтан да мүмкіндігінше әбден тексеріп барып қана көз жеткізген жағдайда ғана смартфонды қолдануға болады, өзіңіздің егер мүмкіндігіңізге сенімді болсаңыз. Ал мына кәсіби тұрғыдан оған арнайы құралдарды қосымша қолдану ұсынылады. Мына жерде халықаралық журналистер ұжымының осы микрофонды таңдауға қатысты өзінің ұсыныстарын берген екен. Осы сілтемені қарап көріңіздер. Қазір енді микрофонның бағасы да барлығы да әртүрлі. Соның ішінде бірден бір белгілі бір модельді айту, бөле жарып қарау қиын. Олардың барлығының айтып отырмын ғой, мүмкіндіктері, жазу деңгейі, сапасы әртүрлі. Дегенмен әр журналист өзінің үйреншікті бір нәрсеге қалыптасу керек. Микрофоннан кейінгі біздің басты жазу құралымыз ол микшерлік пульт деп есептеледі, яғни дауыстың деңгейін реттеп, әсіресе бірнеше адаммен сұхбат алған жағдайда, бірнеше каналмен, бірнеше микрофоннан жазылған жағдайда, осыған не арнайы маман өзі отырып деңгейін тексеріп отырады, болмаса сіз өзіңіз бір ғана адамнан сұхбат алатын болсаңыз, ол екі каналды өзіңіз басқарып отыруға мүмкіндігіңіз бар. Соған арналған мынадай шағын микшерлік пульттар бар, үлкен микшерлік пульттар бар, студиялық микшерлік пульттар бар. Енді бүгін қазір біз студиядан тыс, жаңағы сыртта, яғни барған жеріңде сұхбат алатын жағдайларды қарастырып отырмыз. Сол сияқты қазір неше түрлі цифрлы құралдар пайда бола бастады. Мына дыбысты жазу құралы екен. Әрі осы микшерлік функциясын атқарады. Дауыстың деңгейін, дауыстың қуатын барлығын көзбе-көз көріп отырасыз. Сөйтесіз кез келген құралға жаза аласыз. Яғни компьютерге, ноутбукқа, смартфонға, болмаса планшетке жазатын мүмкіндік қазір өте көп. Құралдардың түрі де, атауы да, жаңағы брендтердің атауы да өте көп. Дегенмен айтып отырмын, тағы да қайталап айтамын, сіз өзіңіз белгілі бір құралдарға дағдылануыңыз керек, ол құралыңыз сенімді болу керек, және дыбыстың жазу сапасы, алған сұхбатыңыздың ертең эфирге шығатындай, ешқандай пікір айтылмайтындай, жарамсыз болып, бірақ болып қалмайтындай деңгейде өзіңіз сенімді болғаныңыз жөн. Міне енді дыбысты жазу құралы, оны реттеу құралымен танысқаннан кейінгі тағы бір маңызды мәселе ол сақтау құралы. Қазір енді біз смартфонды сақтау құралы ретінде қолданып жүрміз, оның да еш сөкеттігі жоқ. Смартфондан қазір басқа құралға аудару, болмаса желі арқылы жіберу, бірінен біріне сымсыз ауыстыру мүмкіндіктері өте бар. Тіпті бұлтты технологияларды да қолданамыз сақтау құралдары ретінде.
бірден сол серверлерге сақталатын жағдайлар да бар. Бірақ дегенмен арнайы жазу құралдарының тобы бар. Ол диктофондар және рекордерлер деп аталады. Мына жерде үздік диктофондардың суреттері көрініп тұр. Міне қарапайым арзан, мысалы 10-15 мың теңгенің төңірегінде тұрады мына микрофондардың бастапқысы. Содан жоғары кете береді. Мынау енді үздік микрофондар. Сапа жағынан ешқандай мін қойылмайтын микрофондар. Яғни кәсіби журналистикадағы қолдануға жарамды микрофондарды ғана көрсетіп отырмыз. Әрине, бұдан да арзанырақ дүниелер табылуы мүмкін, бірақ тағы қайталап айтамын, сенімсіз болсаңыз, оның сапасы ертең эфирге шықпайтындай болса, ондай құралдардан аулақ болған жөн. Тексерілген, сенімді құралдарды пайдаланыңыздар. Мына жерде бірнеше топтамасы көрсетілген. Міне стерео дауыс жазатын жетілдірілген қымбатырақ микрофондардың да түрлері тұр. Қазақстанда арнайы осы саламен айналысатын сайттар бар, мекемелер бар, фирмалар бар. Міне сонда екі онлайн дүкендердің мына жерде сілтемесі тұр. Петличка KZ деп аталады. Бұл осы радиоға қажетті барлық құралдарды сатуға, микрофон болмаса басқа қосымша құралдарды сатуға бейімделген екен. Осыған кіріп параметрлермен танысуға, бағасымен танысуға болады. Сол сияқты Camcorder KZ деген сайт бар. Бұл енді бейнеге көп, видео жазуға көбіне бейімделгенмен, соның ішінде аудио саласы да бар. Осы екі ақпарат көзімен белгілі бір ақпараттарды жинап, өзіңізге қажетті құралдарды тауып алуыңызға болады. Смартфон әрине жеткілікті құрал, бірақ дегенмен смартфонға өте таза жазатын жағдайда қарастыру керек. Бұдан бөлек кәсіби рекордерлер бар. Яғни цифрлы жазу құралдары, ол кәдімгі жесткий диск сияқты, болмаса флеш сияқты қызметтерді атқарады. Бірақ дегенмен олардың бағалары өте жоғары. Сондықтан да осы жақсы диктофондарды қолдансаңыз, соның өзі алғашқы кезеңде үйрену, мысалы журналистиканың тәсілдерін меңгеру, сұхбат алуды меңгеру кезінде осының өзі де жеткілікті. Енді ол құралдар болғаннан кейін оны басқаратын бағдарламаларды міндетті түрде қарастыруымыз керек. Бұл бағдарламалардың түрі, мысалы әсіресе смартфондарға арналған бағдарламалардың түрі өте көп. Оның ішінде өте қарапайымдары бар, функционалды, өте мол шығармалар бар. Бірақ соның ішінде өзі екшелген, уақыт өте келе сыннан өткен, танымал болған үздік қосымшалар бар екен. Солардың ішінде Android жүйесіне арналған Recforge 2 деген қазір аудио жазу құралы бар екен. Осы құралды ұсынады кәсіпқой мамандар. Осы құралмен сіздің жасаған дүниелеріңіз подкаст ретінде, болмаса жаңа видеоның қосымшасы ретінде сұхбат алуға барлығына жарамды. Мына жерде соның кейбір интерфейсі қарастырылған. Тағы қайталап айтамын, өте қарапайым жазу құралдары да бар. Бірақ сапасы жағынан ойланыңыздар. Ал енді мына Recforge бұл аса жеткілікті, сыннан өткен, яғни бұл құралмен дайындалған дүниелер ертең эфирге де жарауы мүмкін, радиостанцияларда ешқандай проблемасы қабылдауы мүмкін. Сондықтан осындай бағдарламаларды орнатып алыңыздар. Бұл бағдарлама негізінен тегін, бірақ оның қосымша жаңағы кеңейтілген нұсқасы бар, оған қаражат төлеуге тура келеді. Бірақ әзірге сіздерге сол тегін қосымшаның өзі де жеткілікті. Ал енді мына Apple компаниясының iPhone телефондарына арналған, болмаса iPadқа арналған бағдарлама Voice Record Pro деп аталады екен. Мына жерде соның интерфейсі көрінген, қалай жұмыс істейді, қалай жазасыз, қалай сақтайсыз, қалай реттейсіз деген сияқты, монтаждайсыз, міне соның барлығы көрініп тұрады. Осы екі бағдарламаларды сіздерге пайдалануға кеңес берген болар едім. Яғни басқа бағдарламаларды қарастырып көріңіздер, өзіңізге қайсысы қолайлы, қайсысы ыңғайлы, соған жеткізу керек, көз жеткізу керек. Тәжірибе жүзінде, сынақ ретінде алғаннан кейін ғана өзіңіз оны дұрыс қолдана аласыз. Ал енді аудионы өңдеуге арналған компьютерлік бағдарламалар, бұлардың да қатары өте көп, арзан, тегін, жаңағыдай қымбат тұратын бағдарламалары бар. Тіпті музыка жасауға, музыканы өңдеуге, музыканы нот арқылы жазуға,
нотасын қатар шығарып беретін программалар да бар, бірақ оның барлығы сіздерге қажет емес. Сіздерге қажеті ең қарапайым аудио редактор болып табылады. Ал енді кәсіби бағдарламалардың қатарында мына Pro Tools пен Adobe Audition бағдарламасы аталады. Бұл екеуі өте барлық радиостанцияларда, телеканалдарда қолданылатын үздік программалар қатарында. Осы программалар арқылы кәсіби жұмыс атқарылады радиодағы. Қазір ол бағдарламалардың бір екеуімен танысып көреміз, бірақ дегенмен айтып отырмын ғой, бағдарламалар өте көп, соның ішінде өте қарапайым, мүмкіндігінше үйренуге болатындармен айналысқан жөн. Яғни бір бағдарламаны сіз жетік меңгерсеңіз, басқа бағдарламаларды тез уақытта үйреніп, оның функцияларын меңгеріп, ауысып кетуге болады. Сондай бір тегін және кең тараған бағдарламалардың бірі Audacity деп аталады екен. Бұл бағдарлама көп функционалы редактор. Бір қарағанда кішкене сәл күрделі болуы мүмкін, өйткені бұдан да қарапайым дүниелері бар. Бірақ дегенмен бұның сапасы жағынан, қолдауы жағынан өте тиімді. Бұл бағдарлама көптеген форматтарды қолдайды. Дыбыс жазуға, тректерді қиюға, олардың эффектілермен өңдеуге мүмкіндік береді. Және бірнеше трекпен жұмыс істеуге болады, яғни сіздің дыбыс қатарыңыз, фон, қосымша дауыс, сұхбат сияқты нәрселерді қатар қолдануға болады деген сөз. Шум мен артефактларды дыбыстық жазбасын тазартуға мүмкіндік береді. Музыкалық шығармалардың қарқынын өзгертуге арналған құралдары бар. Мына Audacity бағдарламасының мүмкіндіктері қысқа айтқанда осындай екен. Қазір оның жұмысымен қысқа танысып көреміз. Міне ол программада қандай эффектілер қолданылған. Журналистикада, мысалы, қарапайым журналистің қолданатын ең басты құралдары ретінде кесіп алу, алып тастау, болмаса орнын алмастыру. Яғни сіз сұхбат жүргізсеңіз, ондағы артық сөздерді, артық айтылған жағдайлардың барлығын тез кесіп алып тастауға болады. Болмаса оны бір орыннан екінші орынға жылжыту өте қарапайым жүзеге асырылады. Сол сияқты дыбыстың күшін баяулату, яғни қатты айтылған жерде сәл төмендету оның қарқынын. Екінші, керісінше, дыбыс деңгейі төмен жазылса, сұхбат берушінің сөзі сәл кемшін болып қалса, оны күшейтудің де жолдары оңай қарастырылады. Сол сияқты мына аудио редакторларда қолданылатын ең бір жиі қолданылатын функцияның біреуі ол деңгейлестіру деп аталады, нормализация. Яғни бұл жағдайда сіздің барлық дыбыстың деңгейі белгілі бір стандартқа дейін көтеріледі, дауыс зораяды деген сөз, или болмаса қалыпқа келтіріледі. Әлсіз жері көтеріледі, тым артық кеткен жерлері төмендейді деген сияқты. Шамамен негізгі сапасына зиян келтірмей дыбысты күшейтуде осы тәсіл өте жиі қолданылады. Сол сияқты қосымша шуларды алып тастау немесе оның деңгейін кеміту деген сияқты нәрсе жиі қолданылады. Және бұл амалдардың барлығы атқарылып, жаңа дыбыспен жұмыс істелгеннен кейін әдетте бірнеше қатар дыбыс жинақталуы мүмкін. Солардың барлығын ең соңында бір жолға түсіру, яғни қосу, орысша айтқанда сведение деген операция жүзеге асырылады. Мұны журналист көбіне осы бірнеше амалды жақсы меңгеру керек. Осы оған жеткілікті. Ал енді кәсіби басқа міндеттерді ол саунд дизайнер, болмаса саунд инженер сияқты дыбыспен айналысатын кәсіби мамандар атқарады. Тіпті кейбір сөйлеудегі дефектілерді де өзгертетін, оны жетілдіретін жағдайлар болады. Мысалы, әсіресе ескі бұрынғы архивтік жазбаларды реставрация жасайтын жағдайлар болады. Әрине онымен осы саланың жетік маманы, жаңа компьютерлік бағдарламаларды жеткілікті білетін мамандардың айналысқаны жөн. Ал журналист үшін осы қарапайым 5-6 операцияның өзі жеткілікті. Міне, жаңа Audacity бағдарламасы қалай жұмыс істейді, сол туралы толыққанды мынадай кітапта бар екен. Мына интернет ресурсқа кірсеңіз, сонымен қадам-қадам бойынша қалай жұмыс істеуге болады, қалай ашады, инструменттері қандай,
қай мәселені қалай шешуге болады деген сияқты толыққанды ақпарат берілген екен. Міне сол программа бойынша тағы бір ақпарат көзі орыс тілінде, енді ағылшын тілінде оп-оңай тауып алуға болады. Ал енді бұл бағдарламаның басты артықшылығы бұл Windows жүйесінде де, Macintosh жүйесінде де, Linux жүйесінде де кез келген құралда жұмыс істейді, және құралдың мына қуатына, сіздің ноутбугыңыздың шамасына ешқандай қарамайды. Жеңіл, ұғынықты, орнықты бағдарлама, сондықтан да өте кең қолданылады. Бұл бағдарламаны қолданушылардың өзінің қауымдастығы бар. Олар бір-бірімен өзі тәжірибесін алмасып, қалай жетілдіруге болады, қалай дұрыс пайдалануға болады, сол туралы не қылады. Яғни ешқандай қаржысыз еркін пайдалануға болатын ашық компьютерлік бағдарлама осы Audacity бағдарламасы екен. Соны пайдалануға кеңес берген болар едім. Әрине басқа бағдарламамен жұмыс істеп әбден үйреніп қалсаңыз, оны ауыстырып керегі жоқ, егер өзіңіздің талаптарыңызға жауап беретін болса. Бірақ дегенмен егер жаңадан бастайтын болсаңыз, осы бағдарламаға жүктеп алғаныңыз жөн. Енді осы бағдарламалардың жұмысымен танысып көрейік. Бірінші біз жаңағы айтқан кәсіби бағдарлама есебіндегі Adobe Audition бағдарламасының танысып шығайық. Қысқа ғана танысын жасайық. Мына жерде сол бағдарламаның ашылған аудио материал дыбыс тербелістері көрініп тұр. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне бұл жерде көп дорожкамен, яғни бірнеше трекпен де жұмыс істеуге болады, жеке трекпен де жұмыс істеуге болады. Дыбыстың деңгейі барлығы көрініп тұрады. Енді Audition бағдарламасы бұл кәсіби бағдарлама дедік, сондықтан бұның мына басқару элементтері, деңгейлестіру, тазалау элементтері өте ауқымды болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл уақыт өте келе бұған тез үйреніп кетуге болады. Әрине күрделірек бағдарлама, бірақ дегенмен бұған да үйрену қиын емес. Мысалы мына тректің кейбір жерлерін тыңдап көрейік. Адамды заман билегенмен шырылдаған шындық тарих беттеріне сол қалпында хатталуы тиіс. Бұл бәріне ортақ парыз. Эфирде журналист Мақсат Рамазанұлының нар кескен хабары. Кез келген жеріне барып, тыңдап, жаңағы айтқандай бұқаралық өнерде бар, элитарлық өнерде бар. Қажет емес жерлерін кесіп тастауға, деңгейінен басқа деңгей. Білесіз, осы бір қадам. Сіздің бірі осы екі тенденцияның Қазақ радиосының эфирінен шыққан нар кескен деген бағдарламаның мына консервативтік запись екен. қорғау ма? Қайсы басым қоғамдары, қорлары бізге елге батыр болып оралды да. Спектакль қойған режиссер өз ойын айтады, сыншы өз ойын айтады. Неге келмейтінін мына жерде дауыстың деңгейі қай жерін ақсап жатқанын түсіндіреді. Әдетте екеуінің арасындағы жаңағы пікірталастан кейін спектакль радиостанцияларда 18 нашар жазушысына да үштің аралығындағы дауыс сонда қарасашы енді мына ішкі мәдениетті көтерудің жолдары есептеледі. Неге бармайды? Өйткені түсініксіз. Кейбір спектакльдерде -18 деген децибел. Кейбір спектакльдерде стандарт болып табылады. Осы деңгейден жоғары дауыстар эфирде анық таза шығатын болады. Көрермен ал фестиваль біткеннен кейін сол спектакльге ағылып барып жатады. Ол мемлекеттің қатысы жоқ, бірақ бұл жерде. Сіздер журналист Мақсат Рамазанұлының нар кескен хабарын тыңдап отырсыздар. Міне көріп отырсыздар, мына радио бағдарламада біріншіден сұхбаттың өзі жазылып тұр, және оны музыкалық көркемдеп фон қолданылып тұр. Перебивка дейміз, мына хабардың ашылуы, жабылуы деген сияқты элементтер ол енді өз алдына жеке қолданылады. Сол арқылы хабар көркемдік деңгейі көтеріледі. Міне Audition бағдарламасының міне менюі, инструменттері, накопитель дейміз, міне жинақтаушы, соның дыбысты көріп отыратын мынау деңгейі. Мынау жаңағы алға артқа болмаса тоқтатып жылжытатын, жазатын құралдары. Бұл программаға бірден міне записті басып, жазуды басып қосуға да болады. Болмаса жаңағы басқа құралдарда дайындалған дүниелердің барлығын жүктеп, редакциялап, мұнан кейін қайта сақтауға болады. Бұлардың барлық кәсіби форматтарды қолдайды. Кәсіби форматтар дегенде дыбыстың екі жазу форматы өте жиі қолданылады. Ол WAV форматы, яғни сығымдалмаған таза күйінде жазылған формат. Екінші MP3 форматы. MP3 кәдімгі сығымдалмаған, жасалмаған форматтың 10 есе жинақталған түрі деп есептеледі. Яғни ол сәл дискіде орын алу жағынан кем болады.
мысалы 1 гигабайт аудио дыбыс жазылса, ол енді сығымдалған жағдайда 100 мегабайтқа дейін түседі. Әдетте дыбыс енді видео сияқты аса көп орын алмайды, бірақ дегенмен кейбір жағдайда ұзақ интервьюлар көп орын алуы мүмкін. Сондықтан да MP3-ді қолдансаңыздар, одан ешқандай ұтпайсыздар. Дыбыстың мына кейбір ерекшеліктері төмендейді, бірақ дегенмен жалпы сапа MP3-да әсіресе дауысқа қатысқа ешқандай өзгеріс бола қоймайды. Ал енді келесі бір жаңағы айтқан бағдарламамыз Audacity. Осы бағдарлама жаңағы Auditionға қарағанда қарапайымдау болып келеді. Мына жерде соның басқару элементтері көрсетілген. Мына жерде инструменттері тұр. Мына жерде сол деңгейлердің көрінуі, үлкейту, кішірейту құралдары тұр. Менюлар, меню арқылы сіз басқарасыз, ашасыз, қандай амалдарды жасау керек. Мына жерде соның дауыстың деңгейі әр дорожка бойынша, әр трек бойынша жеке-жеке басқару құралдары тұр. Және төменде соның барлығын нақты уақытпен белгілеуге болады. Енді бұл бағдарламаның тағы бір артықшылығы, бұл орыс тілінде де, ағылшын тілінде де, басқа тілдерде де тегін деп айттым. Сондықтан да осы бағдарламаны оңай жүктеп алып, жұмыс істеп бастауға болады. Енді мен мына жерде жаңағы Қазақ радиосының эфиріне шыққан Наркескен бағдарламасынан бір үзікті кесіп алдым. Мына бірінші жолда сол тұр. Болат Атабаев деген белгілі режиссердің пікірі тұр. Мына жерде студенттің әңгімесі тұр. Оны алдымен қойдым да, сол аяқталған кезде мына Болат Атабаевтың жаңағы сұхбатына ауысады. Әрине бұл жерде артық кем дүниелері бар. Ал енді мына үшінші дыбыс қатарында бұл Абайдың Көзімнің қарасы деген әнін фон ретінде пайдаландым. Дауыссыз музыка. Соның деңгейін бір жерде төмендетіп, мына жерде төмендетіп, мына жерде қаттырақ, мына жерде қаттырақ деген сияқты қойдым. Енді осыны қарапайым тыңдап көрейік. Қазақ радиосынан мына әңгімені естідім. Танымал театр режиссері. Мінім. Сөздерін неміс тілінде оқыған режиссер досының берген бағасы. Абай немістерді қалай жақсы білген, Германияда болған ба деп сұрауы. Менің марқұм анам Абайдың қара сөздерін немісше аударғаннан кейін Германияға бір баратын сапарында мына кітапты алмай қой дейді. Қазақтар жек көріп кетеді ғой мынаны оқып. Неге бүйтеді екен, неге сондай сөз айтты екен деп екі ойлы болып 1-5-6 данасын ала салғам. Сонда Германияда сол мен жұмыс істеп жүрген театрда Фолькер деген бір актер жігіт менен сұрады, қазақтың бір шығармалары бар ма немісше аударылған, оқиыншы, танысайыншы. Сосын кейін қара сөздерін берді неміс тіліне аударылған. Сол ертеңіне әкеп тұр кітабын қайтадан. Абай Германияда болып кетті деп сұрайды. Мен айтамын, Германияда болған жоқ. Ол біз туралы жазған ғой дейді. Сонда енді сіз не дедіңіз аға осы жерде? Енді мен айттым, енді мен таңғалдым әрине. Қалай сен туралы жазған, ол жерде қазақ деп тұр ғой деймін. Сосын кейін бұл біз туралы да жазылған дейді. Өйткені бұл мына Абайдың жазған мінез құлықтар бізде де бар деп. Ішімнен әрине қуандым. Кітаптың оқуда бір өзінің мәдениеті болады ғой. Өзінің жаман қылықтарын көріп тұр ғой енді. Мұны көбіне осылай деңгейлестіру операциялары, жаңағы сәйкестендіру операциялары осылай жүзеге асырылады. Бұны кез келген құрал арқылы сіз материалды оңды солды жылжытуға, кесуге, белгілі бір амалдарды жасауға мүмкіндігіңіз болады. Міне орнын қою, деңгейін біресе төмендетіп, біресе күшейту. Әрине бұл мына бағдарламаның ұсақ жаңағы бөліктерге бөліп жұмыс істейді екен, бірақ дегенмен кейін оларды яғни бір жолға түсіру, жаңағыдай MP3 форматында сақтау аса қиын емес. Бұл бағдарламада тегін екендігіне қарамастан барлық форматтарды қолдайды. Сондықтан да міне белгілі бір компьютерлік бағдарламаға дағдылану керек, үйрену керек. Осы бағдарламаның мүмкіндіктерін барынша жетік білуге, жақсы үйренуге, қолды үйретуге, көзді үйретуге, құлақты үйретуге әбден машықтану керек. Сондықтан көбіне практикалық жұмыс жасаңыздар, неше түрлі сұхбат алып, оны қиып, керек жерін алып тастап, жаңағыдай деңгейін өсіретін, төмендететін жағдайлардың бәрін қарастырып үйреніңіздер. Компьютерлік бағдарламамен жұмыс істеу қазіргі заманның басты талаптарының біреуі. Әрине журналист оған міндетті емес, бірақ сіз біреуге сүйеніп, мысалы жаңа саунд инженер, дизайнерлерге мынаны монтаждап берсі дегеннен гөрі, әдетте көп жағдайда журналист өзінің сұхбатын өзі кесіп дайындайды. Ал енді әбден дайын болып жүйеге түскеннен кейін ғана жаңағы
арнайы мамандардың көмегіне жүгінеді. Олар қосымша жаңағы ашылу, жабылу деген сияқты, арасындағы бөлу деген сияқты элементтерін қосып, финалды ең соңғы редакциялайтын мамандар жүзеге асырады. Оға дейінгі қарабайыр жаңағы рыба дейміз, қаңқа дейміз, міне соны жинауды журналистің өзі атқарады. Журналист өзі кесіп, сұхбатының барлығын дайындап береді. Содан кейін ғана мамандар оны аяғына дейін жеткізіп, барлық деңгейін алып шығады. Содан кейін сізді әдетте радиода белгілі бір адам оны тыңдап, дұрыс-бұрыстығына көз жеткізгеннен кейін оны эфирге шығаруға рұқсат береді. Әдетте бұның барлығы компьютерде автоматты түрде бірінен-біріне жүзеге асып жатады. Сіз бір папкіде жұмыс папкі ретінде сақтап жұмыс істейсіз. Ол дайын болған кезде жаңағы саунд дизайнердің папкісіне тастайсыз. Ол оны түзетіп дайын болғаннан кейін эфирге шығатын папкаға тастайды. Эфирге шығатын папкадан әдетте шеф-редактор, басқа редакторлар тексеріп, эфирге шығаруға қол қояды, рұқсат береді. Содан кейін ғана сіздің хабарыңыз, сіздің сұхбатыңыз эфирге шығуы мүмкін. Міне осы сияқты қысқа ғана технология қолданылады. Міне бүгінгі замандағы журналистің, радио журналистің жұмысы осы құралдарға: бірінші микрофонға, екінші оның дауысын деңгейлестіріп реттейтін микшерлік пультқа, үшінші оны жазып өңдейтін компьютерлік бағдарламаларға қатысты. Компьютерлік бағдарламалардың мобильді қосымшаларда өз нұсқалары бар. Мына үлкен компьютерлерге, жұмыс компьютерлеріне арналған екінші нұсқасы бар. Соның қайсына бейімделесіз? Біреуіне бейімделіп, тәжірибе жинап, үздік жеткілікті жұмыс істейтіндей деңгейге көтерілуіңіз керек. Міне бүгінгі журналистің құралдарымен таныстырған лекциямыз осымен аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.